Сәлем қыз-келіншектер, сіздермен бір жасағаннан осындай әдемі результат беретін булочканың рецептімен бөліскім келіп отыр. Дәл осындай әдемі бір жасағаннан керемет қонақтарыңызға дастарханға ұсынсаңыз, әдемі болып дастарханыңыздың көркін ашатын булочка дайындаймыз. Ол үшін бізге 1 стакан жылы сүт керек, қант керек, 3 ас қасық, тәттірегін қаласаңыз көбірек қоссаңыз болады. 1 жұмыртқа керек және сұйық май керек болады. Саламыз, одан кейін жақсылап енді араластырып алатын боламыз. Достар, қазақ тіліндегі видеоларды YouTube-қа жақсылап кеңінен таратып, бүкіл әлемге танымал болу үшін лайк басып, комментария жазып отыруларыңызды сұраймын. Ал енді жақсылап қамырымызды илейміз, жұмсақ етіп, ашығанша бетін жауып, жылы жерге ұстайтын боламыз. Салмасына 3 қасық ас қасық мак, 3 қасық қантымызды және бағанағы тестадан қалған жұмыртқамыздың ағын үшеуін осылай араластырып, бір келкі масса болу керек. Мен осылай созылыңқы болып тұру керек. Осыны қазір біз ашқан қамырымыздың үстіне жағатын боламыз. Мына қамырымыз дайын. Ұнға 1-2 рет аунатып, қамырымызды 2-3 сантиметрдей жұқа етіп жайып алатын боламыз оқтаудың көмегімен. Енді міне макты саламыз ортасына. Енді қасықтың көмегімен осылай қамырдың барлық жеріне жағып шығатын боламыз. Достар, қазақ тіліндегі осы YouTube арнаға салып жатқан барша қыз-келіншектердің видеоларын кеңінен таратып, лайк басып, комментария жазып, қолдауды ұмытпаңыздар. Тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды, келесі видеомызды көруді ұмытпаңыздар. Осылай томпиып оралып тұрған тестамыздың үстіне жұмыртқамыздың сарысын жағып, жып-жылтыр етіп, қызып тұрған пешімізге піскенше 25-30 минутта ұстап пісіріп алатын боламыз. Біздің томпиған әп-әдемі жұмсақ мактан жасалған булочкаларымыз дайын. Жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіз, ас болсын.